Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қалдарыңыз қалай? Көпшілікті мазалайтын сұрақ, мен немен айналсам? Мен негізгі мамандығым мұнайшы, бірақ 2010-нан бастап отбасылық жағдайға байланысты мұнай саласын тастап кәсіпке көштік. Әрине негізгі бағытымыз алып сату. Оның ішінде біз көбінесе дайын кәсіптерді сататымыз. Енді соңғы 2,5 жыл осы бұқаралық ақпараттар құралында бағытында жұмыс істеудеміз. Сол енді жаңа бір кәсібімізге бағытымыз тағы бір бағыт қосып жатырмыз. Ол жер, Қарасай ауданындағы үй саласына кірсек па деп жатырмыз. Себебі көптеген достарымыз мост салынғалы бері Алтын Орданың түбінде салынып басталып отыр. Соған байланысты көп сұраныстар келуде. Сол сұраныстарды қанағаттандыру мақсатында өз көмегімізді, өз білімімізбен бөлісейік деп сол салаға кірудеміз. Ал кеттік, енді дәл қазір мен сіздерге біздің Тұрар деген досымыздың салып жатқан үйі туралы кішігірім ақпарат бере кетейін. Өздеріңіз баға берсеңіздер болады. Бауырымды сағындым, елімнің туған жерімнің топырағын сағындым, әкешімді сағындым, анашымды сағындым, айналайын деген сөзін қалағаным сағындым. Алло, мама, қалыңыз қалай? Сіздің көшіңіз, басқалар қарайым. Қазір жолда тұрмын, сол баяғыдай. Шын айтамын, жол тарттым сізге қарай. Әрине әзірлеңіз, шайыңызды сағындым. Ауасын ауылдың, иісін бауырдың. Сағындым, шыны керек сағындым, иісін бауырдың. Әкеме айтшы, мама дайындасын жылқыларын. Шауып қайтайықшы асып дала қырларын. Далада отырып айтатын көп сырларым. Себепшісі сіздер бүгін ерте тұрғаным. Үйлердің барлығы черновой вариантта қазір. Газ, свет, су кіргізіледі, қалғанның барлығын өздеріңіз істесеңіздер болады. Мынау бір вариант ретінде салып қойған қазір. Дайындап ремонтын жасап чистовой. Жекеге жазсаңыздар болады, звондасаңыздар болады. Бүкіл сұрақтарына жауап беруге тырысамыз. Негізі біткен жоқ, құрылыс болып жатыр. Свет чистовой осындай болады. Мынау топка отдельно. Пол кішігірім. Санузел совмещенный. О, зал. Алдыда 4 қойым, но? 6-да. И мына жерде кішкентай бөлме. Пластик. Украинский деді ма? Плет мұндар болса, қарайсыздар ғой. Мынау үйлерге тағы 1,5 айда бітеді. Толық документті алсаңыздар болады. Не арқылы? Жилстройсбербанк арқылы алам десеңіздер. Сондай вариант. Мынау уже 4 сотық учаскелер кеп шашлык, пикник жасаймын десеңіздер, қолайлы өздеріңізге. Еш бастарыңыз ауыртпайсыздар. И осындай. Жалпы осылай ағайын, енді Қарасай ауданындағы жер, үй мәселелеріне қатысты сұрақтарыңыз болса, қай жерде қандай проблемалар бар дейтін болсаңыздар, жекеге хабарлассаңыздар болады. Қолдан келгенше сол жерге қатысты толық ақпарат сіздерге беруге тырысамыз. Сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар.